Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қытайдан тапсырыс берген вакуумный пакетім өзінің арнайы құрылғысымен және де осындай нұсқаулық қағазымен бірге келді. Құрылғының бас жағы біздің тоқтарға келмейді, сондықтан да осындай арнайы тағы да бір құрылғыны сатып алуыңызға тура келеді. Менде осындай қыстық курткаларды бүктеп вакуумный пакеттің ішіне саламыз да өзімен бірге келген кішкентай осындай пластмасса затымен оп-оңай аузын жауып тастайсыздар. Және де айта кететіні, осындай құрылғымен ауаны шығару үшін менде 5-6 минут уақытым кетті, оның өзінде де толық шығара алмады. Келесі кезекте ауаны шығаратын осындай крышкамен жабылған жері бар. Сол жерге құрылғымызды орнатып, тоққа қосып, үстіндегі кнопкасын бассаңыздар, ауаларыңызды шығарып тастайды. Мінекей мынандай болды. Енді келесі видеода мен сіздерге өзіміздің қолымызда бар пылесоспен қалай оп-оңай шығарып алуды көрсетемін.